Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әлқиса әдеби музыкалық бағдарламамыздың бүгінгі қонағы республикалық бірнеше байқаулардың лауреаты, халықаралық байқаулардың лауреаты, консерваторияның түлегі, қазіргі уақытта Павлодар қаласы дарынды балаларға арналған музыкалық колледж, музыкалық мектеп интернатының ұстазы, домбырашы, күйші Өркен Қайыргелдіқызы. Өркен, қош келдің. Өркен, енді біздің мынау бағдарламамыздың талабы өз сондай, мынау бір шығармамен келіп, сол шығарманың тарихын айтып, көрермендерімізге содан кейін соңында соны орындап беру. Енді біз мынау өзің қазақтың қасиетті қара домбырасын арқалап, соны жастарға насихаттап, шәкірт тәрбиелеп жүргенді біраз уақыттан бері білеміз. Енді тарихтан алып қарайтын болсақ, Дина апамыздың алдында да Ақбикеш деген, Ұлбосын, Айбике, жаңағы Алтынай деген мықты күйшілер болған екен. Бірақ олардың барлығы да тұрмыстық жағдайлармен халықтың алдына шығып, Дина апамыз сияқты елге танылып кетпеген, бірақ асқан күйшілер болған дейді. Енді Дина апамыздан кейін Айгүл Үлкенбаева шықты. Енді өзіміздің Павлодарда Рыскүл Асаубайқызы өзің ұстазың, Толқын Марысқызы, Сайран Балғабайқызы, содан кейін бізде қазір көптеген мұғалімдер, жас мұғалімдер келіп жатыр. Бағана сіз дұрыс айтып кеттіңіз. Әйел адамдар, енді солардың ішінде солардың өкшесін басып, міне өзің келе жатсың. Енді әйел адамға мына өнерде жүру өте қиындау ғой, енді ер адамға қарағанда. Бірақ соған қарамай, мынау сахнада осы қасиетті қазақ қара домбырасын шаман келгенше насихаттап жүрсін. Сол үшін рахмет. Енді бүгінгі біздің Әлқиса бағдарламамызға қандай шығармамен келдің, соның тарихын айтып, соны бір өзің әңгімелеп беріп, орындап берсең. Бүгінгі енді осы бағдарламаға алып келген күйім ол Дина апамыздың Домалатпай атты күйі. Осы күй Дина апамыздың соңғы жылдары жазылған күй. Философиясы, мағынасы өте терең күй деп айтамыз. Енді бұл күйдің тарихын айтып кетсек, негізінде Дина апамыздың Домалатпай атты күйіне ол дүниенің шексіздігі, адам тіршілігінің жалғандығы өзек болған. Ол негізінде енді мұсылман эстетикасына тән түсінік, сондықтан мұсылман ақындарының арасында шығармаларда үлкен орын алған. Оның мағынасын ашатын 18 ғасырда Әзербайжан қызы, ақын қызы Мұхсети Гаджауидің өлеңінде былай деп жазылған: талай жылдар уақыттың төгешінде айналамын, не тірі, не өлі емес. Айналар бәрі айналар жер өсінде, басым айналар мәлім емес, деп осы күй туралы айтылған. Яғни бұл Дина апайымыздың бір өзінің философиялық ішкі бір дүниесі ғой, сыртқа соны жаңағы. Енді домбыраның бір қасиеті, бұнда ақындардың немесе әншілердің өлеңіндей сөз жоқ, бірақ бұны түсінудің өзі кез келген адамға бұйырмаған ғой. Домбыраның бір кереметтілігі сонда. Енді оны түсініп ойнау, түсініп жеткізу, тыңдаушың түсініп отырса, ол да бір бақыт қой. Сонымен енді сол күйді орындап бересің бе бізге, қалай? Дина апамыздың күйі Домалатпай күйі.
шіркін, мынау енді шынында да бір философиялық ішінде бір екпін жатқан сияқты. Мына Ілияс Жансүгіров атамыз айтқан екен ғой, күй деген ол сыбырлайды, сылдырлайды, зарланады, толғанады, жаңағыдай күңіренеді деп. Сол мен осыны күйді тыңдап отырып, шында да бір толғаныс, ішіндегі бір сыртқа шығара алмай жатқан бір ішкі дүниесінің бір зары сияқты іспетті, бір өте шында да философиялық тамаша бір күй екен. Ал енді Өркен өзіңдей күйші келіп отырғаннан кейін енді қазақтың дәстүрімен жүк болсын деп тағы да бір өзіңнен бір күй сұрағымыз келіп отыр. Бүгінгі екінші күйім алып келген ол Төлеген Момбековтың салтанат күйі. Ол 1969 жылы Төлеген Момбеков асыл жарынан айырылып, 5 қызымен және бір ұлымен өзі жалғыз қалады. Ол кісіге бұл қаза өте ауыр болады. Сол жылдар арасында 4 күйі шығады. Сол ол кісі бір күні жұмыстан келіп, шаршап келіп жатса, Қайрат деген ұлы 4 жасар Салтанат деген қызын жылатып қойып деген. Сосын қызы енді жылдар өтсе де, бірақ анасы бар сияқты апама айтып қоям деп жылайды екен қызы. Соны естіген әкесі қызын құшақтап, қайтейін жаным, қайтейін деп қызымен бірге жылайды екен. Содан кейін баласын ұйықтатып, балаларын ұйықтатып, өзі домбырасын алып, домбырасы өзі сүйініші болған, жұбанышы болған, домбырасын алып тартып, ертеңісіне бір күй шығады екен. Сол күйін салтанат деп айтады. Яғни ол сол күйінде дүниенің шексіздігі және өткен жылдардың бақытты шақтарын және кішкентай қызының анасына деген махаббатын көрсетеді екен.
Неткен тамаша. Мынау адамның жанының бір қылын шертетін тамаша сондай керемет күй екен. Рахмет саған, көп рахмет. Өркенің өссін, осылай тек қасиетті қара домбырамызды насихаттап жүре бер. Құрметті көрермендер, осымен Әлқиса әдеби сазды бағдарламамызда өзінің соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қазақтың ұлттың мәйегі ол дәстүрлі өнерінде, сондықтан дәстүрлі өнерімізді қадірлеп, қастерлеп жүрейік. Аман сау болыңыздар.